Қайырлы кеш, қазақ елі. Бүгінгі сабағымызда WhatsApp мессенджерін компьютерімізде қалай қолдануға болатын, қалай қондыруға болатын үйренетін боламыз. Алдымен бізге браузерге кіру керек болады. Google сайтына кіру керек болады. Google.kz жазамыз. Google'дың сайтына кірдік. Google'дың поисковигіне скачать WhatsApp для компьютера таңдаймыз. Кіреміз. Яғни біздің ұялы телефонымызда болатын болса, ол Android болады. Бізге WhatsApp для Windows керек болады. Скачать басамыз. Жүктеу кетті. WhatsApp'ымыз жүктелді. Показать в папке басамыз. Содан кейін установка жасайтын боламыз. Установкаға бастық. Запустить. Установка. Установить кнопкасын басамыз. Мына жердегі тұрған галочкаларды міндетті түрде алып тастау керек. Себебі бұдан бөлек мессенджерлерді басқа да бір керек емес, сізге керек емес программаларды қондырып береді. Ол бізге керек емес, тек WhatsApp мессенджерін қондыруымыз керек. Бұл жерде де алып тастауымыз керек біз. Далее басамыз. Установка жүріп жатыр. Мінекей жаңағы біздің WhatsApp'ымыз қондырылып болғаннан кейін бізде мынандай QR код шығады. QR код шығады. Сол шыққан кезде біз өзіміздің ұялы телефонымызда алып WhatsApp'ымызға кіреміз. Кірген бойда оң жақ шетінде сағаттың қасында 3 нүкте тұрады. 3 нүктеге басамыз. 3 нүктенің ішінен WhatsApp веб таңдаймыз. WhatsApp веб таңдадық. Содан кейін тағы да сол 3 нүктенің орнында қосу кнопкасы шықты. Сол қосу кнопкасын басамыз. Содан кейін бізде камера шықты. Ортасындағы жаңағы QR кодты, сол QR кодты камераға жақындатып түсіреміз. Содан кейін біздің WhatsApp'ымыз компьютерде осылай ашылады. Осымен WhatsApp'ымыздың настройкасы, установкасы бітті. Осылай күндегі ұялы телефондағыдай пайдаланып, әр керек адамға белгілеп, керекті нәрселеріңізді, осы компьютерден жіберетін нәрселеріңізді белгілеп жіберуіңізге болады. Мысалы, ұялы телефондағыдай кез келген контактыңызды тауып алып, соған кез келген мәтін немесе фото, видео жібере аласыз. Сонымен біздің бүгінгі сабағымыз бітті. Сау саламатта, кездескенше аман жүріңіз.